Бағал жамауат, Аллах Субханаху Тааля адам ұлысына түрлі жұмышланы етерді бір сыфатла салғанды. Бір сыфатла адамны үсінде ақшылықта көрінелі, бір-бірлері амаллықта көрінелі, алай бір сыфатла ақшылықта да, амаллықта да, екісінде де бірче көрінген сыфатла барды. Аллай сыфатны үсіннен айтырға ізлейін бүгінді. Ол сыфат адамны ақшылыққа тартады, ақшылық еттіртеді. Алай аны бұла берге харамлық да еттірге болады. Аны бұла берге Аллах Субханаху Тааляға дұшмаллық жолға сүйерге де болады. Ол сыфат сүймеклік сыфат. Сүймеклік. Ол сүймеклікке адам жүрегін берсе, байлатса, Аллах Субханаху Тааляның жолында болса, Аллаху Тааляға болса, аны кісілік келетісіне болса, ол сыфат аны ақшы жұмышлаға түртеді. Ақшылықла еттіртеді. Адамны адам сыфатынан шығарып мүлейіклеге дәрі көтірге болады. Алай ол сыфатны керексіз жеріне салса, күнахқа, Аллах Субханаху Тааляны чамландыруға, кесіні нафсын тойдыруға, ол сыфат аны жаханим отына көмеді. Сүймеклік. Ол сыфатны үсіннен айта, Аллах Субханаху Тааляға сүймеклік. Мұхаммад пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға сүймеклікні үсіннен айтырға сүйем. Суфиян ас-Саури айтады: «Ал-махаббату иттибау расул саллаллаху алейхи ва саллам». Суфиян ас-Саури айтады, табиғилердің ұлы алимлерінен бірі: Суфиян ас-Саури, Аллах аңар разы болсын, пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның асхабларының табиғилерінен бірі айтады: сүймеклік ол пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның ызынан барут дейді. Ол сүймеклікні үсіннен айтырға сүйеме. Ол сүймеклік үсіннен айтыр үшін ол бізні пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға сүймеклігі біз қайыр дәрежеттіргеніне бір қауым сөз айтып қоярға сүйем. Ол да неді? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға сүймеклігі біз, ола бізні не заманда да ұллуды, биіктеді. Бұсырмалла пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға сүймеклік біле ұллу даражалаға жеткенділі. Алай ол пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға сүймеклік бізді Аллах Субханаху Тааля үйреткенше, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам үйреткенше, аны асхаблары жашауларында бардырған жолдан бір жанына тайып башласа, пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға сүймеклік мардадан озып, Аллах Субханаху Тааляны разылығына елтір жерде бізді Аллах Субханаху Тааляны чамлану жолына елтірге болады. Бұл күлледе Рабиил Ауал айыны башланған күллерілі. Мұхаммад пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламны туған айы деп біз олайны көтірген етебіз, сыйлаған етебіз. Сыйлаған етебіз деген заманымызда бұсырман үммет көпчілігінде дейік, қараңылығында, қара халқылығында ол айны сыйлаған етеді, көтірген етеді, енчілеген етеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламны ескерген етеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға сүймекліктерін көгістеділі. Ол сүймеклікні көгістір үшін бұсырманла не зат етмеділі, назмуламы жазмадыла. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламны үсіннен кереклісіче, керек болмағаныча назмула жазып, ортада жиылып аланы жырлап, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға салаватла салып, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламны сирасыны үзіклерін келтіріп, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға сүймекліктерін көгістелі. Ол сүймеклік, har жылдан ол ай келген заманда үмметімізні ақылына келіп тоқтайды. Рабиил Ауал ай келген чигедері Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға сүймеклік те, аны сирасыны оқу да, яшауында барды ту да, аңа мақтау салу да,
аңа салават салуу да барысы да унутулуп турганча, үмметибиз жаңыз да ол айда пайгамбарын эсине салып башлайды. Алай пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламны сүймеклик ол даражаға не заманда жеткенді? Мұхаммад пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның заманында пайғамбар Аллахы саламанға болсын кесіні асхапларына кесіне сүймеклікні не халде үйреткенді? Асхапла аңа сүймекліклерін не халде көгісткенділі? Табиғиле болсын, алаңызларынан келгенле болсын, ол сүймеклікке не көзден қарағандыла? Ол затланы үсіннен біз көп үсінде сағыш етмейбіз. Алай кесі ақылыбызға келгенше сүймеклікні бардырға күрешебіз. Ол халықта төреде келгеніче. Жиылып ашны суыны төгерегінде мархабаға сүйелуде ол барысы да пайғамбарға сүймеклікке саналады. Ол айны кесібізні өлгелері бізге зикір еттірерге, Аллаға мәулітлі еттірерге, Аллаға бір жұмышлы еттірерге енчелеп ол айны сақлаған. Ол айны құтылтмағаллайна қар өлгені бізге зикір еттірге, мәуліт еттірге күрешкені біз, мархабаға сүйерге күрешкені біз, әфенділені, ол барысы да пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға сүймеклікке саналып тоқтағанды. Алай ол не заманда болғанды? Ол кімнен шыққанды? Мұхаммад пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ол жұмышны етмегенесе, асхаплары да, табиғилері да, ол қайдан шыққан жұмышты? Аллах субханаху тааляны разылығын izlеген бұсырман, мүмин адам, ол жұмышны динге қошарға иманы, білімі жетерік болыр меді? Жетерік түйіледі. Ол жұмыш қар замандача дінні дұшмаларынан шыққанды. Ол да рафидетледен төртінші өмірде рафидетле құраған төре. Мұхаммад пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламны 12-ші Рабиул ауалда туған күнін енчелеп, аны байрам етіп, халыққа төре етіп салғалары. Бұлайда жұмыш барысы да пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламны туған күнінің төгерегінде түйілді. Ол бізге көгісткен сұратларыды. Алай кертесін айтқан заманда пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламны дініне бұзықлық салған қауымла, аны асхапларын гәуірлаға чығарғалла, пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламны үй бейчелеріне налат берген қауымла, ол төрені бізге пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға эманы үмметіне бір ақшылық етейік деп ми құраған болыр әлі. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламны қачан туғаны әлімлені орталарында белгісізді. Айы белгіледі. Алай күні біле бір ойымға тоқташмағандыла. Ойымла көптілі. Алай үмметіне ішінде бір күнге үммет барысы да тоқташыпты. Шеклік жоқты анда 12-ші Рабиул ауал пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламны ауышқан күніді. Ауышқан күніді. Dünyadan ketken günüdür. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le dünyadan ketip ashabları da, ümmeti de öksüz kalgan günüdür. Ol günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le ashabların ne halde bolğanların biz tarihini üstüne aytkan zamanda anlaybız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le ashablarından biri ol da tişiru. Jilay turid deydi. Sonra ne jilaysa dep sorgan zamanda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le avuşkanına mı jarsıysa degende аны ауышқанынан есе көктен хапар тоқтағанына жарсыйма деп айтейді дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламны кеткені ол Аллах субханаху тааля бұла бізге ортабызда енді Жибрил хапар келтірлік түйілді, енді аятла түшерік түйілділі, Аллах субханаху тааля кесіні бұйрықларын берік түйілді деген тоқташқанды дегенні бұшу. Ол бұшу күнні бұшуға санарға керек болса аны бізге байрам еткелі, бізге, үмметі бізге, ислам дініне ақшылықны izlеп еткен болырламы? Біз бұл сұрмалла Аллах субханаху тааляға бұла аны келечісіне ұллы сүймеклікні үсіннен хапар айтқалла. Біз Аллай бір чекке дері жахил болып нек тоқтағанбыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламны өлген күнін кесі бізге байрам етіп, қалай тоқтай алғанбыз? Біздің жахиллігі біз ол чекке дері жеткен меді? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламны туғанын да, ауышқанын да күллерін айыра алмаған үммет
Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламны сүннетін көтөрүргө, аны алга элтирге тийишлит деп айталыкпызмы? Аллах субханаху тааля сили аятында айтады: "Кул ин кунтум тухиббуна Аллаха фаттабиуни юхиббукумуллах ва яғфиру зунубакум." Аллах субханаху тааля айтады: "Айт дейді, сіз кертіді сүйсеңіз Аллах субханаху тааляны, мені зымнан барығыз" дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламны зымнан барығыз, о заманда Аллаху тааля да сізні сүйер, сізні еткен günahlarınızны кечер дейді. Мұхаммад пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға сүймеклік, аны патшахына, сыйлы Аллахқа сүймеклік, ол пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламны жолу була баруда. Ақылыңа келгенше назмула айтып, байрамла етіп, күллені белгілеген уғай, пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламны сүннетінде тұрған. Али радиаллаху анхуға соралла: пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға сүймеклігіңіз қалай ет дейді. Али радиаллаху анху айтады: аталарыбыздан да, аналарыбыздан да, балаларыбыздан да, егетшілерімізден да, қарындашларыбыздан да қызу күнде сусап болып тұрған адамға суық су қалай сүйдімлі есе де, аннан да бек сүйек дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламны. Біз жарлы бұсырмалла. Күнні қызуында суық суыны бір жанына тұртып, пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға сүймеклікні алға сала біле алықпызмы? Ол сорған заманда шекли болурчады. Нек дегенде, пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламны өлген күнін, ауышқан күнін кесіне байрам еткен халық ет алыр мы аны? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламны жолын сайлай алар мы? Айша радиаллаху анха айтады: пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламны шапа жашларынан бірі Саубан пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға келіп айтады бір күн: "О Аллахны келетісі" дейді, "мен сені кесімнен де, балаларымнан да, үйірімнен де бек сүйеме" дейді. Үйімде тұрған заманда сен есіме түшсең тансық болама дейді. Келіп сені көргін чүгедері жүрегім тыншылық таба алмайды дейді. Sonra есіме түшет, кесімі де өллігім, сені де ауышырғың, сені жәннетке кірсең пайғамбарлар бұла биікке көтірілірсі, мен жәннетке кірсем сені көре алмай қалыр ма деп қорқама дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жұқта айтмады дейді, жуапламады дейді. Sonra біраздан Аллах субханаху тааля аят түшіреді: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Аллах субханаху тааля айтады: кім бой салса да Аллахқа иманы келетісіне дейді, ол болур дейді. Аллаху тааля ниғмат берген пайғамбарлар бұла, кертічіле біле, шахитле біле, ақшыла бұла, керті да ақшы нөгерлікті ол дейді. Кім бой салса да Аллахқа иманы келетісіне дейді, ол Аллаху тааля, Аллах субханаху тааля аңа ниғмат берген пайғамбарлар бұла, кертічіле біле, шахитле біле, ақшыла бұла болур дейді. Олду ақшы нөгерлік. Саубан пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға сүймеклігі чектен өткен. Аны көрмесе тансық болып қиналған, келіп жаңыдан көзі біле көргін чігедері тыншай алмаған, өлсөм мен сеннен айырылып қалыр ма деп қорққан. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламны біз көздеріміз біле көрмеген қауымла жаңызда хабарын ешітіп, аңа инанып, аны жолында барабыз деген жарлы бұсырмалла. Дүниябызда көрмеген есекті, умут еталлық түйілбіз мі, жұмышыбызны бардыраллық түйілміз мі, дүния жашауында қиямат күн Аллах субханаху тааля бізні сыйлы пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бұла бірге болуына себеп етерчі. Біз кесімізді ол жолдан бір жанына атып нек тұрабыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның сүннетін бір жанына атып, ақылыбызға келгенні алға салып нек барабыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям кесінің хадисінде айтады: "Мен ашадди умматин ли хуббан насун якунуна ба'ди явадду ахадухум лау раани би ахлихи ва малихи."
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytады. Adam ulusundan deydi. Adamlardan meni en bek süygelle deydi. Meni ızımdan kelgellelle deydi. Mülklerin de, ahulların da belirge razıdılar. Şangız da meni körü üçün deydi. Бұлайда o улы сору туады. Біз кесібізні жүрегімізге, ақылымызға келген жеңілдікlerini қоя білмеген бұсырмалла. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның ызынан келген үммет мүлкімізді да, ақылымызды да берерге разы болып, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламны көруге ізлегенледен болаллық бізмі? Аны сүннетін толтыра алмағалла, аны жолын ызлай алмағалла. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам келтірген бізге аманат дінін аманатша тута білмегелі. Тап түшкенде қоратқалла, тап түшкенде қошқалла, жел қайры ұрса да ары барғалла. Біз мүлкімізді да, ақулларымызды да берерге разы бізмі? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламны жаңыз бір кере көрір үшін. Аланы сүймекліклері ва эм қаты, эм ұлы сүймеклікті дейді Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам. Қылығымызға қарасақ, біз аланы ішлерінден болмабыз деп жарсу келеді жүрекке. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам асхаблары бұла Ухуд сермештен қайтып келе тұрған заманда Тешіруладан, қар Тешіруда ерлерін, жуықларын, ақулларын сақлай. Тешіруладан біріне айталла, атаң да, жашың да, қарындашың да, ерің да Ухуд сермеште шахид болғандыла дейді. Ұрышқа кеткенде 3-4-сін де ашырған, артқа бірді қайтмағанды. Сора Тешіру сорды дейді. Аллахны келетісі уа қалайд деп. Сауд дейді. Көгіз түгіз маңға аны деп айтты дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламны саулай, саламатлай тұрғанын көргін чүгелері тынчаймады дейді. Сора қатына келіп Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға: "О Аллахны келетісі, сен сау болсаң, башқа жарсула барысы да бош тұла" деп айтты дейді. Жашын, ерін, атасын, қарындашын тас еткен Тешіруны сөзлерілі. Сен сау болсаң, барысы да бошты дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламны дінін түпке малтай тұрған заманда, аны сүннетіне бұзуқлық сала тұрған заманда, динге қошақлық етіле тұрылған заманда, біз не көзден қарайбыз ол затлаға? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам кесі ортабызда түйілесе де, аны шериаты, аны сүннеті, аны тұтқан жолы бізні біле бірге түйілмеді. Аны жолын қоруллаған Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламны кесін қоруллаған түйілмеді. Біз мүлкімізні де, ақулларымызны да, кесі сыйыбызны да, жүрегіміз тартқан жеңілдіклені де, халқны айтыр сөзін де, har zamanda Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламны алында нек салабыз. Sonra ол қылық бұла біз Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламны үмметінен біздеп көкірегімізге қалай ұрабыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам хадисінде айтады: үмметім барысы да жәннетке кіріле дейді. Жаңыз да аяқ тірегелі болмаса дейді. О Аллахны келетісі аяқ тірегелі ва кімлелі дейді. Аяқ тірегелі ва кімлелі дейді. Маңға бойса алмағалла, алалла аяқ тірегелі дейді. Үмметім барысы да жәннеттет дейді. Жаңыз да Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламны сүннетіне бойса алмаған, аны жолы бұла бармаған, олды аяқ тіреген. Ол аяқ тірегелі болмаса, барысы да жәннеттенді дейді. Біз кесібізні қаркүлік жашауымызда Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламны сүннетін көтіре білмегелі. Біз аяқ тірегеледен түйілбіз мі?
Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemni anı jolunda barу bula sıylamağalla. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemni jolunda ayak tiregelle tüyülbüzmü? Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ömürlü ötken dile dünyadan ketkenine. Ala yol bizni yürekleri bizde. Ol Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizge koygan sünnetinde ol savdu. Anı jolu savdu. Ol sav jolda, cennet jolunda bara bilgen, oldu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemga süymekligin köygüstken. Ol joldan bir janına tayıp, bolmagan jumuşlabla kesin buljutup turgan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemga süymeklikten bir zatta da tüyüldü. Allah subhanahu teala yüreklerimizni süymeklikten toltura, çarhlarımızını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemni sünneti bile bardıra. Allah-u Teala'nın razılığın taba. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemni şafaqatına ülüşlü bola. Allah subhanahu teala barımızga da bu dünyadan keterçi Allah-u Teala nasip etsin. Ve sallallahu aleyhi ve Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.